жылдамдыққа байланысты оқуға немесе кері байланысқа да қолдануға болады, балл жинауға. Мына жерде баллы көрсетілген, мына жерде пайызбен көрсетілген. Мына ортаға оқушының атын жазамыз. Мына жерге жазайын. Мысалы, Дана. 1-2 балда стартта тұрамыз дейміз, ғарышқа ұшамыз. Ертең бұйырса 12 апрельге қарай тапсырыстарыңызды дайындап берсеңіздер болады. Уже 3 балға жеткен кезде зымыран көтеріледі. 4 балл, 5 балл, 6 балл деп осылай жылжытып отырасыздар. Кімнің зымыраны биікке барады деп, міне 10-ға жеткенде осылай келеді. Осылай жылжыта бересіздер көп реттік. Мына жерге оқушыларының атының бәрін жазып қойып қолдана бересіз. Мыналар өшіріледі. Ал қанша сөз оқыды немесе тапсырманы орындағанына қарай мына жерге барлығын жаза берсеңіз болады. Кез келген тақырыпта қолданасыз. Көп реттік бұлар. Ламинатталған, магниттелген. Мынау көлем А2-ден де үлкен қазір. Мына жерде 12 оқушыға жасалды.